Барлық адамның бір-біріне ұқсамайтын өмір хикаясы болады. Бірақ ең қызығы, әркім өзініңкін жасырып, елдіңкін айтуға құмар. Ешқашан сүрінген мен бүлінгенді сөз етпе. Өмір алма кезек. Кедей болар кері кеткен ұйқысы мол, сайрап келіп тұрады үш қара жол. Кедейліктің бір үлкен жергасы, жаман қатын бар үйден үзбейді қол. Адаммен қалай танысқаның маңызды емес, қалай сыйласқаның маңызды. Алыста жүргенің маңызды емес, қадіріңді білгені маңызды. Қымбат кигенің маңызды емес, алтыннан қымбат ниетің маңызды. Сен сүрінерсің, Алла саған күш береді. Сен адасарсың, Алла сені тура жолға бағыттайды. Сен құларсың, Алла сені тұрғызады. Аллахтан үмітіңді үзбе. Әйел адам үйін таза ұстап, тағамды дәмді әзірлеп, тіліне ие болса, өзі де келген жері де бақытты. Әйелді бақытсыз ететін ері не келген жері де емес, ащы тілі, жалқау салақтығы және қырсық мінезі. Қоғамды мына қара бас қайғы, аға мен іні араласпайды. Қазалы жиын тойда болмаса, қазан көтеріп тамақ аспайды. Жақыннан жақын алыстағаны жанымды менің жалаңаштайды. Ағайыннан ажырамашы, қатын кетпейді, бала қашпайды. Өмірде мына 4 нәрсені азайт. Біріншісі көп жеуді, екінші көп ұйқыны, үшінші жалқаулықты, төртінші көп сөзді. Барыңды бағала, назарыңды жоққа емес барға бұр. Алланың сен үшін жаратқан тамашаларын көр. Жаныңдағы шын жанашырларыңды бағала. Және үйіндегі кішкентай ғана дүниеге шүкір ет. Осыларға шынайы шүкір еткен адам өте бай адам. Өзіңдегі барға қанағат қылмаған адам ешқашан бай бола алмайды. Тәкаппарлықтың биік шыңы өзіңді өзгеден биік санау. Өзгеге жоғарыдан көкіректі керіп сөйлеу. Адамды менсінбеу, адам құрлы көрмеу. Кекетіп мұқатып кемшілігін бетіне басып, сөзбен жанды жерін шымшып отыру. Қысқасы өзіңді зор, өзгені қор көріп, істейтін іс әрекеттің бәрі тәкаппарлық болып саналады. Тәкаппарлық қуыс кеудеден пайда болады. Тәкаппарлық жаман қасиет. Сөзді айттың ба, ол жақсы ма, жаман ба, шын ба, әзіл ме, бәрібір қайтара алмайсың. Сондықтан сөзіңді безбенмен өлшегендей салмақтап барып айт. Бәрібір Алланың әділдігі үстемдік құрады. Жабылған жала, жасалынған қиянат, әлімжеттік, зұлымдық, озбырлық, алдау арбау, бәрі айналып өз иесін табады. Ештеңе ұмыт қалмайды. Мінсіз пендең болмасам да, сұрап жатқан дүниелерімді беріп жатқаныңа рахмет Раббым. Бақыт деген соқыр құс, кім болса соның басына қонады. Қадірін білген ұялатады, білмеген үркітеді. Адамға ренжудің қажеті жоқ. Әркім өз тәрбиесіне қарай сөйлейді, өз деңгейінде ойлайды. Санасы биіктер жақсылығыңды көреді, санасы төмендер қателігіңді тереді. Мекке менен Медине жолдың ұшы, алыс сапар дейді ғой барған кісі. Ата менен анаңды құрметтесең, Мекке болып табылар үйдің іші.
Мәлім ғой періште емес пенде екенің, білеміз бұл өмірдің демде өтерін. Атағың айға жетіп тұрса дағы, ұмытпа аяғыңның жерде екенін. Таяқтан тайсалмасаң, семсерден сескенбесең, жеңдім дей бер. Бұқсаң сұқты, тығылсаң тықты. Именсең езді, өлдім дей бер. Бір қайғыны ойласаң, 100 қайғыны қозғайды. Иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босамас буын керек. Құдайшылық жүректе, қалпыңды таза сақта. Құдайдан қорқ, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Ғылымды, ақылды сақтайтұғын, мінез деген сауыт болады. Көрсе қызарлықпен, жеңіл тектікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Ауруды жаратқан Құдай, бірақ ауыртқан Құдай емес. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамшылдықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Жылуы жоқ бойының жымиғаны неткені. Бұрынғы ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан артық 2 мінезі бар екен. Бірі ел басы, топ басыларына тоқтай білетіндігімен, екіншісі намыс қойлығы. Қайғы келсе қарсы тұр құлай берме, қызық келсе қызықпа оңғаққа ерме. Жүрегіңе сүңгіде түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Бір жерде бірге жүрсең басын қосып, біріңнің бірің сөйле сөзін тосып. Қазақ бай болуы керек, біз кейін қалған халық. Алға басып, жұрт қатарына кіру керек. Басқадан кем болмас үшін біз білімді, бай, һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек. Күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек. Ахмет Байтұрсынов. Алланың бір құлға кедейлік немесе ауру бергенін көргенде, Алла тағаланың оны күнәларынан тазартуды қалағаны деп біліңдер. Тастай бату үшін теңіздей тұнық жер керек. Судай сіңу үшін саздай жұмсақ жер керек. 1000 жерден жоспарласақ та, болатын нәрсе бұйырған күні уақытында болады екен. Әр бір сәтті бағалап үйренейікші. Өз өмірің, өз ойың, өз басың бар. Ешкімге өміріңе араласуға, сынауға және басқаруға жол берме. Өз өміріңді, дәл қазіргі жағдайыңды сенен артық ешкім білмейді. Құрметті оқырман, қазақша нақыл сөздерді қолдап, арнаға жазыла кетіңіз. Видео ұнаса төменге өз пікіріңізді қалдырып, достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіп қоюды да сұранамын. Алдағы жаңа видеоларда жолыққанша, аман да сау болыңыз.